байдың нәскиі. Өте бай кісі өлімінің жақындағанын сезгенде баласын жанына шақыртып ең маңызды өсиетін айтыпты. Балам, мені мазарға шұлығыммен көміңдер депті. Баласы түсінбегенмен жарайды деп қабыл етеді. Әкесі қолына тағы бір хат береді. Мен өлгеннен кейін бірінші қиналған кезінде хатты ашып оқы дейді. Күндер өтіп, ажалы келген әкесі жан тапсырады. Ал бұл кезде баласын бір ой мазалап жүреді. Мен енді әкемді шұлықтарымен бірге қалай көмемін? Қанша молдаға, қанша имамға барса да алғаны бір жауап. Жоқ, дінімізде ондай нәрсе болмайды. Бала шарасыз отырғанда есіне әкесінің бірінші қиналған кезінде ашып оқы деп берген хаты түседі. Дереу хатты тауып оқиды. Хатта былай жазылған екен. Балам, байқағаныңдай, мен мұнша бай болсам да өзіммен бірге бір шұлықты да алып кете алмадым. Енді қалғанын өзің ойлан.